Сәлем, бүгін барлық көкөністерден ыстық салат дайындаймыз. Молдау дайындап, банкіге салып, холодильникке қойсаңыз тұра береді. Күнделікті алып жей бересіздер. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін, маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Майды не аз, не көп құйып қоймаңыз. Аз болса, байқайсыз, көкөністер құрғақтау болып қалады. Майымызды құйып, май қызғаннан кейін пиязымызды салып қуырамыз. Пияз қуырылғаны байқалады, солады. Пияздың үстінен қызанағымызды салып, суы шыққанша қуырамыз. Қызанақтан кейін баклажанды салып қуырамыз. Баклажаннан кейін теркадан өткізген сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізден кейін болгарскийді салып қуырамыз. Егер өзіңіз қаласаңыз, капустаны да қосып қуыруға болады. Барлық көкөністерді араластырып 1-3-4 минуттай қуырамыз. Майда етіп туралған чеснокты саламыз. Ең соңында тұзын салып, астыңғы отын өте баяу қойып, 20 минут бұқтырамыз. Асты күйіп кетпеу үшін қарап тұрыңыз. Міне дайын болды, кішкене суы шығады. Ыстықтай жесеңізде, холодильникке салып, күнделікті жесеңізде өте дәмді шығады. Осы рецептпен сіз де дайындап көріңіз. Отбасыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.